Қайырлы күн, сүйікті менің көрермендерім, сіздермен бірге мен Ақжарқын. Сіздерді бүгінгі айт мерекесімен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Бүгінгі видео рецептімізде өте дәмді тағам, қуырдақ тағамын дайындаймыз. Бұл тағамның бірнеше атауы бар. Нан қуырдақ десек болады, немесе нан палау деп жатады. Монғолия халқының тағамы негізі цуйван деген атпен белгілі. Рецепті аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. 1,5 кесе ұн алдым, 1 жұмыртқа және жылы тұзды сумен қамыр илейміз. Өте қатты немесе өте жұмсақ болмау керек. Қамырды илеп болды, 10-15 минут демалтырып қоямыз. Көкөністерімізді турап аламыз. Болгар бұрышы қажет, сәбіз керек болады және пияз. Болгар бұрышы менде қатырылған бұрыш. Пиязды ұсақтап турап аламыз. Сәбізді кәдімгі палауға тураған тәрізде соломка етіп турап аламыз. Кішкене жуандау етіп турасаңыздар тіптен жақсы. Менікі кішкене жіңішке болып кетті. Және 1-2 сарымсақ қажет болады. Қыздар, мен видеода көрсетпептім. Көкөністеріміздің барлығын турап алғаннан кейін арада қамырды тағы бір рет басып қоямыз. Жайғанға дайын тұру үшін. Енді қызған табаға ұсақтап туралған сарымсағымызды қуырып, сарғайтып аламыз. Иісі шыққан кезде осындай ірілеу туралған етімізді салып қуырамыз. Ет қуырыла бастаған кезде пиязды салып қуырамыз. Қақпағын жауып, тағы да кішкене күтеміз. Жақсылап қуырылу керек. Біраз қуырылғаннан кейін сәбізді салып қуырамыз. Сәбізді қуырған кезде қақпағын жаппай қойғандарыңыз дұрыс, яғни езілмей әдемі пісу үшін. Подливамыз батқанша ғана қайнаған ыстық су құямыз. Татымына қарай тұз себесіздер. Және паприка қостық. Паприка әдемі дәм береді және әдемі түс береді. Жақсылап араластырып, енді болгар бұрышын қосамыз. Болгар бұрышын араластырып, қақпағын жауып, ары қарай баяу отта бұқтырамыз. Енді қамырын дайындап аламыз. Қамырды мантыға жайған тәріздес жаямыз. Өте жұқа жаюдың қажеті жоқ. Бұл тағамның ерекшелігі осы қамырында, қыздар. Жақсылап қамыр жайып алғаннан кейін осы видеодағыдай алдымен 3 бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін ортасынан тағы да 1 бөлікке бөлесіздер. Енді бізге противень керек болады, яғни духовканың противень қатты 200 градусқа қойып қатты ысытып аласыздар. Одан кейін кескен қамырымызды, яғни ыстық противеньда кептіріп аламыз, былайша айтқанда. Мінекей кепті қамыр. Видеода көрсетілгендей қамырды кесіп аламыз. Әдемі қамырларымызды кесіп дайындап алдық. Енді подливамыздың бетіне саламыз. Подливаңыздың суы тартылып кететін болса, онда кішкене тағы да қайнаған су құйып жібересіздер. Бетіне қамырды әдемілеп осылай жайып шығамыз. Қамырға біз су құймаймыз, қақпағын жауып өз буында пісу керек. Қақпағын жапқаннан кейін 5-6 минуттан кейін 5-6 минут өтті. Осы кезде қамырдың өзін қана араластырып аламыз, бір-біріне жабыспас үшін. Негізі қамыр жабыспайды, кепкен қамыр болғандықтан. Тағы 5-6 минутқа жауып қойдық. Одан кейін уже қамыр пісіп дайын болады. Сол кезде астынан үстіге қарай осылай подливасымен бірге қамырды араластырамыз. Қақпағын жауып, тағы да 3-4 минут ұстайсыздар. Тағам дайын болды. Енді отбасыларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді тағам, ұнайды деген сенімдемін.
Тағамымызды салып алдық, бетіне осылай көк шөппен әсемдеп отбасымызға ұсынамыз. Тағам өте дәмді қыздар, бар ерекшелігі қамырында. Қамырын қалай жасағанымызды көрдіңіздер, жаңағы ысыған противеньға кептіріп алдық. Сонда қамыр түкте езілмейді, яғни буға дәмді болып піседі. Рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Алда тағы да өте дәмді рецепттер шығады. Менімен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.